Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен бірге оқтаусыз жайылатын балды тортымызды бірге жасайтын боламыз. Менімен бірге соңына дейін болыңыздар. Тортымыздың қоржығын дайындаудан бастаймыз. Ол үшін ең алдымен балымыз бен содамызды орташа отта қыздырамыз. Қызып жатқан балымыз осылай қоңыр түске айнала бастайды. Күйдіріп жібермей, тоқтаусыз араластырып отырамыз. Карамельный цветке айналған соң үстіне сары май салып, толықтай ерігенше араластырып отырамыз. Жұмыртқамызды миксерлей бастаймыз. Кішкене ағарған соң үстіне қант салып, толықтай аппақ болғанға дейін жалғастырамыз. Массамыз дайын, үстіне алдын ала ерітіп алынған бал мен сары майды құямыз. Ұнымыздың үстінен сода, разрыхлитель салып араластырып жібереміз де, сұйық массамыздың үстінен бөліп сала отырып, жақсылап араластырамыз. Бізде осындай масса пайда болды, оны төртке бөліп аламыз. Мен осындай пакетик мешочектарға бөліп алдым, маған осылай ыңғайлы. Видеодағыдай етіп, пергамент қағазға домалақ етіп қамырды құйып шығамыз. Алдын ала қызып тұрған пешімізде 180 градуста 6-7 минут пісіріп аламыз. Солай қалған корждардың барлығын пісіріп шығамыз. Піскен корждарымызды 26 сантиметрлік өлшемінде кесіп аламыз. Шетіндегі қалған коржықтарын бөлек ыдысқа алып қоямыз, бізге әрлеуге қажет болады. Енді кремін дайындауға кірісеміз. Жұмыртқа, қант және жүгері крахмалын салып, венчиктің көмегімен жақсылап араластырамыз. Үстінен салқын сүтімізді құйып, бір араластырып жіберіп, астын жай етіп, отқа қоямыз. Сүтіміз қоюланғанға дейін осылай тоқтаусыз араластырып отырамыз. Мінекей біздің сүтіміз қоюланып келе жатыр. 1-2 бұрқылдап қайнаған соң астын өшіреміз.
Заварной кремimiz дайын. Шетін тазалап, бетіне пищевой пленка менен ішіне ауа кіргізбей ВКонтакте жабамызда 3-4 сағатқа бөлме температурасында суытуға қоямыз. Тезірек суу үшін басқа ыдысқа аудару керек. Бізде біраз уақыт өтті, енді креміміздің дайындалуын жалғастырамыз. Бөлме температурасындағы сары майды аппақ болғанша миксерлеп аламыз. Үстіне суыған заварной кремімізді 2-3 қасықпен бөліп сала отырып миксерлейміз. Креміміз дайын. Енді коржықтарымызды жинаймыз. Коржығымыздың шетіндегі қалған бөліктерін блендермен немесе қолмен езіп алып, тортымызды сәндейміз. Мінекей тортымыз дайын, өте жұмсақ, балғын. Кремі сіңсін деп күтіп отырмайсыз. Дайын болған бетте кесіп, дастарханға тарта берсеңіз болады. Егер рецепт сіздерге ұнаған болса, тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Динара, менімен соңына дейін болғаныңыз үшін рахмет.